Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен өзім жасайтын қытырлақ, керемет болып шығатын қатпырлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Бізге 2 жұмыртқа, пияз, фарш, қара бұрыш және тұз және ұн керек. Ең алдымен ұнға тұзды 2 жұмыртқаны сала отырып, жылы сумен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды иіғанғанша илеп, бетін жауып, тындыруға қоямыз. Фаршқа пиязбы, тұзды және қара бұрыш салып араластырып аламыз. Енді нанымызды 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігімізді осылай ұн сала отырып жайып, қолымызбен осылай жайып аламыз. Өте жұқа етіп жайыңыздар. Енді еріген сары майымызды жағып, шетінен бастап осылай ұрып аламыз. Енді осылай домалақтап, салафанға салып 15 минут морозильникте қалдырамыз. Екінші бөлігімізді дәл солай жасаймыз. Енді 15 минут өтті, нанымызды осылай бөліктерге бөліп, жайып, ішіне салмамызды салып, өздеріңіз қалаған формада жасауға болады. Мен осылай домалақ етіп, шетінен бастап өріп жасадым. Жартысын осылай үшбұрыш етіп жасадым. Бетіне жұмыртқамызды жағып, духовкамызды 180 градуста қыздырып, 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсамыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.